Рамазан айында 1000 айдан да кайырлы болгон Кадыр түнү жасырылган. Сол Кадыр түнүнүн болуу мүмкүн ыктымалдыгы жогору түндөрдүн кайсы экенин мына хадистер баян этеді. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان متفق عليه. İmam Bukhari мен Müslim'den жеткен хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам былай деген: Кадыр түнін Рамазанның соңғы ондығынан іздеңдер. Алла Тағала баршаларымыздың ұстап жатқан оразаларымызда, оқып жатқан тарауих намаздарымызда, жасап жатқан ізгі амалдарымыз бен дұға тілектерімізді қабыл етіп, баршаларымыздың құлшылықтарымыз бен дұғаларымыздың Кадыр түніне сәйкес келуін нәсіп етсін. Рамазан мүбарак болсын.